былай орташа айтқанда адамдар шамамен күніне 4 сағат, орташа 4 сағат соцсеттерде жүргізеді екен, жұмсайды екен. Сонда қараңыз, егер есептеп қарайтын болсаңыз, примерно сіз 70-80 жасқа өмір сүретін адамсыз деп есептейтін болсақ, орташа сіз өміріңіздің 11 жылын телефондағы соцсеттерде отыруға жібереді екенсіз. 11 жылын. Сонда бұл сіздің қазір телефонда отырғаныңыз, ол сіздің уақытыңызды, жылдарыңызды, сіздің мүмкіндіктеріңіздің барлығын алып жатыр. Қазір барлығымызда соцсеттер бар, бізде Instagram бар, TikTok бар, YouTube бар, барлық платформаларда бармыз. Және де сіз егер байқасаңыз, басында Instagram шығарылған кезде, ең басында бірінші Instagram'ымыз ол біздің Facebook болды, Цукерберг ашты. Facebook'ты ол не үшін ашты? Адамдар бір-бірімен араласу үшін, яғни бұның аты социальная сеть, яғни қоғам, адамдар бір-бірімен араласу үшін шығарылған нәрсе. Бірақ қазір ол социальный сетіміз уже социальный сеть болып бара жатқан жоқ, ол бізде қазір просто медиа болып бара жатыр. Және бұл уже адамдардың бір-бірімен араласу үшін емес, бұл уже ақша жасау үшін. И біз соны қолданатын адамдар, біз соның сол ақшаны беретін адамдармыз. Яғни біз клиенттерміз, Яғни бұл біздің пайдамыз үшін болып жатқан жоқ, бұл басқалардың пайдасы үшін болып жатыр. Егер сіз Инстаграмда, TikTokта ұзағырақ отыратын болсаңыз, сізге көбірек реклама жіберіледі. Қазір көптеген реклама. Pinterestқа тіпті кірсеңіз де реклама, барлық жерде реклама. Себебі сіз ұзағырақ отырған сайын, осы соцсеттерде ұзағырақ қараған сайын және біреуге подписация етіп, оны ұзағырақ қараған сайын сізде доверие, сенім пайда болады да, әрине сізге кішкентай бағадағы товарлардан бастап сізді жоғарылата береді, қымбаттата береді, сіз уже қымбат өнімдерді ала аласыз. Біз Инстаграмды алған кезде, TikTokты алсаңыз, ол бір андай капкан сияқты, сіз кете бересіз, түбіне жетпейсіз. Сөйтіп сіздің өзіңіз байқамай қаншама сағаттарыңыз өтіп кетеді. Бұл өте қауіпті нәрсе. Және де ғылыми дәлелденген, осы біз соцсеттерде отыру арқылы бізде anxiety, тревожность деген қазір өте уайымшылмыз, сондай адамдар болып кеткенбіз, әрдайым тревожный болып жүреміз. Яғни бізге соцсеттер керісінше бізге зиянын тигізуде. Себебі ол жақта біз адамдарды көреміз, жаңағы өзімізді салыстырып бастаймыз, олардың өмірімен салыстырып бастаймыз, және раздраженный болып бастаймыз. Мысалы, мен өз басым, менде кәдімгідей проблема болды. Осы соцсеттерға мен кәдімгідей шын мойындайын, мен байлаулы болдым. Мен зависимаямын деп айтайын. Себебі бұл өте out of control болып кетті, яғни слишком болып кетті. Мен реально раздраженный болып кеттім. Менің кішкентай қызым бар, кішкентай қызыммен уақыт өткізген кезде, мен андай тез ашуланшақ, тез нервым ойнап кететін сондай адам болып кеттім. Және қызыммен отырған кезде, мысалы, ой, телефон қарап жүрейін. Ішім пысып кеткен кезде, ой, телефон қарап жүрейін, Инстаграмға кірейін, стористар қарайын, рилстар қарайын. И сөйтіп қарап отырамын да, мен моментте болмаймын. Ол қызым маған қарайды, мен моментте емеспін. Яғни бұл кәдімгідей проблема болып кетті, және маған шынымен де тревожность алып келді. Жаңағыдай лайк, охват, рилстар қарау, новости, жан-жақтан жаңалықтар, директ месседжтар, комментарий. Слишком болып кетті, бұның барлығын мен көтере алмай қалдым. Себебі біздің миымыз, реально біз адамдар жаратылысымыз ондайға жаратылмағанбыз, біздің capacity дейді ғой, біздің көлеміміз ондайды көтере алмайды, ондай слишком көп ақпарат. Мысалы, баяғыда газеттер шыққан кезде, баяғыда адамдар газеттер оқитын болды ғой, сол газеттер қаншама ақпарат болды, жақсы оны оқып, асықпай оқып отырады. Енді қазір қараңызшы, біздің қазір отыратын соцсеттарымыз, ол сол газеттің қаншама көп есесі. Слишком көп ақпарат. Даже если пайдалы ақпарат қарап отырсаңыз, даже если подкасттарды тыңдайтын болсаңыз, даму туралы бір ректағы бір видеоларды қарайтын болсаңыз, өмірінде қазір сүр, бірдеңе, психологиялық бірдеңе деген сондай бір нәрсе қарай беретін болсаңыз, let's be real. Инстаграмда отырған кезде ол видеолар максимум 25 секунд болады. Әрине сіз, тема күшті нәрсе айтты. Нағаны өмірімде қолдану керек екен. Нау күшті екен. Досыма жүріп қойын. Сохранить. Деп кете бересіз да. Бірақ ол слишком көп ақпарат, сіз оны қазір 2 минуттан кейін ұмытып қаласыз, даже не қарағаныңызды. Сонда бұның вообще мәні жоқ.
просто скроллить етіп просто қарап отыр, даже если пайдалы нәрсе, даже если даму туралы нәрсені қарап отырсаңыз да, тыңдап отырсаңыз да, оның пайдасы жоқ. Егер сіз слишком злоупотреблять етіп қарай беретін, подряд қарай береді, подряд тыңдай беретін болсаңыз, ол ақпарат сізге сіңбейді басыңызға. Соны түсініп алу керексіз. Мен басында негізі Инстаграмға нелер қойып жүргенмін, скрин тайм деген, яғни экранға бір не қойып қоясыз, лимит қойып қоясыз. Сонда менде 40 минут деген сияқты бір күнге. 40 минут өткеннен кейін ол Инстаграм сізге жауап тастайды. Бірақ анда кнопка бар, тағы 1 минут, тағы 15 минут деген сияқты. Мен соны басып жүрдім. Ой, бір нені месседжді оқу керек, ой, бір рилсті салып жүру керек деп сөйтіп баса берем. Сонда мен андай реально өзімді зависимый көрдім, сыртымнан өз-өзіме қарадым, жаным ашыды, потому что мен өз-өзіме зиянымды тигізіп жаттым. Тек өзіме ғана емес, жаңағыдай мен өзім отбасыма, жақындарыма мен зиянды тигізіп жаттым, потому что мен өзімді жақсы версиям болған жоқпын дегендей. И мен соны түсіндім да, и мен жесткий бір методты қолдандым, ол Инстаграм приложениясын удалить ету. Менде қазір телефонымда Инстаграм приложениясы жоқ. Бір апта Инстаграмсыз жүрдім. Басында қиын болды. Басында 2-3 күн кәдімгідей телефонымды аламда іздеп тұрам. Ондай уже саусағым запоминать етіп алған, саусағым памятімен мен іздеп тұрам. Бірақ таба алмаймын. Оны мен алу үшін мен App Storeға кіруім керек, қайтадан скачать етуім керек. Ол уже үлкен бір процесста, и мен өз-өзіме андай до конца шыдай алмай қалған сияқты, сила воли әлсіз сияқты болып көрініп қалам. И сол үшін мен басында қиналып жүрдім. Одан кейін бір апта, мен моментте болдым. Қызыммен бірге ойнадым. Барған жерлерімде еш нәрсе телефон шұқылаған жоқпын. Баяғыдан жасамай жүрген шаруаларымды жасадым. Оқу керек нәрселерімді оқыдым. Мен табиғатқа шықтым, аспанға қарадым, ағаштарға қарадым, жан-жағыма қарадым, адамдарға қарадым. Өмір сүріп бастадым ғой. Бір апта Инстаграм болмағаннан. И мен соны көргеннен кейін, соның эффектісін қалай мен морально, ментально қалай жақсарып бара жатқан, тревожностьтің барлығы деңгейі төмендеп бара жатқанын байқағаннан кейін, мен әрине бұны уже Инстаграм маған керек емес екенін түсіндім. Яғни мен өзімнің тұтқыннан шыққан бір бостандыққа, еркіндікке шыққан адам етіп сезіндім. Расымен де солай, себебі мен андай бір түрмеде отырған адамдай болдым. Мен Инстаграмға кіруім керек, мен жауап беруім керек, мен қарауым керек, как будто мен кірмесем бір жер төңкеріліп кететін сияқты бір сондай сезіндім. Бір аптадан кейін кірдім, еш нәрсе төңкерілмеген, еш нәрсе болмаған, бір даже сообщение жоқ маған директқа. Ешкім даже еш нәрсе байқаған жоқ, еш нәрсе болған жоқ, я ничего не контролирую. Дегенсің ғой. И, конечно, содан менде еркіндік сезім пайда болды. Себебі біз неге Инстаграм, тиктоктарға, сол жерлерге байлаулымыз, себебі біз андай өзімізді көрсете аламыз. Showing off, реально. Бір күшті бір fancy ресторанға барамыз, и бір күшті бір жерге саяхаттаймыз. Әрине біз оны саламыз, Инстаграмға сторисқа саламыз, или постқа саламыз. Вот смотрите, мен қайда бардым деген сияқты. Даже умраға барғанымыздың барлығын саламыз. Зачем это все? Потому что показать другим людям. И сіз всегда validation күтіп жүресіз, адамдардың сізге вау, күшті деген реакция жіберілген екен. Яғни, как будто адамдарға көрсету керек, және солардан validation алып, өзімді жақсы сезіну керек деген сондай нәрсе. Яғни, бұл бізде зависимость, себебі біз сол допаминді сондай жасанды жолмен аламыз. Сол допаминді, сол адамдармен социум, сон барлығын онлайн аламыз да, и біз, конечно, оған зависимымыз. Өзімізді күшті сезінеміз. И мен сондай болдым. Мойындаймын, мен сондай болдым. И одан кейін жаңағы Инстаграмда болмағаннан кейін, менде еще ана жақта Қытайда тұрам, тикток мен VPN мен проблема, мен тиктокқа уже неше ай кіре алмаймын, оны уже ұмытып кеттім тикток туралы. И, солай, и менде бостандық пайда болды. Мен адамдардың validation, адамдардың разылығын алу, адамдардың жұрттардың мен туралы пікірі деген сияқты сондай нәрселерден тұтқыннан шықтым. Яғни мен сепарация болды. Менде андай бір озарение келді да маған. Адамдардың мен туралы не дейтіні, мен туралы не ойлайтыны маған маңызды емес деген. This feeling, oh my gosh, this feeling is просто вау ғой. И мен сізге соны советую.
солай істеп көріңіз. Неге бұның барлығын істеу керек? Себебі мен сізге қазір ғылыми түрде айтатын боламын. Ол бізде Артур Брукс деген Harvard Business School'дың профессоры мынандай нәрсе айтады. Біздің миымызда default mode network деген нәрсе бар екен. Яғни по умолчанию бізде бір режим бар миымызда. Ол по умолчанию режим қай кезде қосылады? Ол миымыз демалып тұрған кезде. Яғни ешқандай стимуляция, еш нәрсе болмай жатқан кезде, просто еш нәрсе істемей жатқан кезде сол кезде қосылады екен. Бұл по умолчанию режим. Ол дегеніміз миымыздағы белгілі бір аймақтарда жаңағыдай self-reflection, үлкен бір сұрақтарды қою, өмірдің мәні туралы, өзінің туралы сондай бір терең сұрақтарды ашатын, бір естеліктерді алып келетін, болашақты ойлайтын сондай нәрселерімізді қосатын миымыздағы аймақтар. Осыны по умолчанию режим деп айтады. Бұл қосылады, когда біз еш нәрсе істемей жатқан кезде. Яғни ішіміз пысқан кезде. Когда нам скучно, осы режим қосылады. Ал біз адамдар до того қазір біз қатты зависимый болып кеткенбіз, бізге даже лифтта тұрсақ та 30 секунд бірдеңе қарай аламын. Немесе светофорда тұрсақ, пешеходтан өтейін жатсақ, мен қазір неше там 20 секунд қалды ма, давай бір нәрсе қарап алайын. Таксиға міндім, давай бір нәрсе қарап алайын. Сондаймыз да біз андай. Стоматологияға барамыз, очередьте отырамыз, андай окырт болмас үшін, бір тілі болмас үшін, телефонды алып шығамыз дегендей. Магазинге кіреміз, телефонды алып шығамыз. Бір қасына адам келеді, телефонды алып шығасың. Короче, адамдар солай бір-біріне қашады, яғни реальностьтан қашады. Нам скучно дегеніміз, скука деген нәрсеміз, ол бізге неприятный нәрсе. Себебі ол бізге ойландыратын нәрселерді басымызға алып келеді. Сен кімсің, не үшін өмір сүріп жатсың, сенің мына проблемаң ше деген сияқты үлкен сұрақтар қояды. Ал ол сұрақтарға жауап беру, ол сұрақтарды мойындау, ол нәрселерді мойындау деген нәрсе, ол оңай нәрсе емес, ол очень неприятный нәрсе. Сондықтан біз осы скукадан құтылу үшін біз әрине телефонымызға жүгіреміз екен. Бұл бізде проблема. Егер сіз солай скукадан жүгіре беретін болсаңыз, яғни реальностьтан қаша беретін болсаңыз, өзіңізді сондай режимға қоя алмайтын адам болсаңыз, сізде проблема бар. Яғни сіз әрдайым проблемадан қашу жүретін адам боласыз. Мынадай бір эксперимент бар. Дэн Гилберт деген психолог мынандай адамдарды алғанда 15 минут бір бөлмеге кіргізген. Еш нәрсе жоқ, дым жоқ ана бөлмеде. Дым, еш нәрсе істей алмайсың. Бірақ алдында бір кнопка тұрады. Оны басатын болсаң, саған ток жіберіледі, денеңе ток соғады. Шок кнопка бар. И адамдар до того іштері пысқаннан 15 минуттың ішінде іштері пысқан, сол кнопканы басып өздеріне ток соқтырып отырған. Біз сондай до того зомби болып кеткенбіз, сондай қатты зависимый болып кеткенбіз, жаңа допаминнан, сондай entertainment, развлекательный нәрселерді қараудан біз бір нәрсені шұқылап отыр, бір нәрсе қарап отырдан біз до того сондай зависим болып кеткенбіз. Ол үшін сіз қазір өз-өзіңізді үйретіп бастай аласыз. 15 минуттан астам өзіңізге скука беріңіз. Яғни 15 минуттан астам скукада отырыңыз, телефон шұқыламаңыз, кітап оқымаңыз, дым істемеңіз, просто дым істемеңіз. Сол кезде 15 минуттан астам соған үйрете бастасаңыз қазір өз-өзіңізді, онда сіздің ағзаңыз, миыңыз барлығы сол скука деген нәрсеге үйреніп бастайды. Яғни оны қалыпты нәрсе етіп қабылдап бастайды. И сіз сол скука деген нәрседе жақсы адам болатын болсаңыз, ішіңіз пысқанмен комфортный адам бола алатын болсаңыз, онда сізге ешқашан әйеліңізбен немесе күйеуіңізбен ішіңіз пыспайтын болады. Балаңызбен ішіңіз пыспайтын болады. Стоматологияда кезекте отырғанда ішіңіз пыспайтын болады. Бір танысыңызбен сөйлесіп отқан кезде ішіңіз пыспайтын болады. Универде сабақта отырған кезде ішіңіз пыспайтын болады. Яғни бұл керісінше сіз андай бір скилл жинайтын боласыз өзіңізге. Яғни іш пысқанда отыра алу деген. Сіздің өміріңіздің басқа адамдармен қарым-қатынасыңыздың сапасы жақсаратын болады, көтерілетін болады, және сіз сол скукада отырған кезде, жаңағы по умолчанию режим қосылған кезде сізге үлкен сұрақтар келетін болады. Әрине сіз уже уақытыңызды сол сұрақтарға жауап іздеуге жіберетін боласыз, әрекет жасауға жіберетін боласыз. Басқа адамдардың өмірлерін қарау үшін емес, жоқ, реально действие жасайтын, өзіңіздің өміріңізге сондай жауапкершілік алатын нәрселерді жасап бастайтын боласыз. Жаңағы Артур Брукс бізге мынандай 3 кеңес айтады, өзі де соны ұстанады. Біріншісі, бір күндегі белгілі бір мезгілдерде телефонды қолданбау, яғни ешқандай гаджет қолданбау. Ол мысалы жаңағы автобуста кетіп бара жатқан кезде, немесе универде болған кезде деген сияқты, баламмен ойнап жатқан кезде, кешке жақын әйелмен сөйлескен кезде деген сияқты телефон ұстамау. Келесі, ол
фастинг, яғни ораза ұстау дейсің телефонмен, бірақ яғни соцсеттардан сондай фастинг жасау, мен сияқты мысалы бір апта соцсетқа кірмеу деген сияқты сондай нәрселерді істеңіз, яғни сепарация, сіз ондай зависимый болмайсыз, яғни одан кейін тамақ ішкен кезде семьяңызбен телефон ұстамау, өзіңіз ішсеңіз де телефон ұстамау, себебі біз ол жерде бір-біріміз үшін, сол жердегі бар адамдар үшін отырмыз, ол жердегі жоқ адамдар үшін емес, солай сіздің өміріңіздің сапасы жақсаратын болады. Мен бір фото қарап отырдым да, ескі фотоларым, сонда бір 10 жыл бұрынғы бір фотоны тауып алдым, семьямызбен түскен, достарымен барлығымен тұр, барлық сондай бақытты болып тұр да. Неге деген сұраққа мен былай жауап бердім, себебі ол кезде интернет жоқ, ол кезде телефон жоқ, адамдар сондай жиналыстарда, сондай қонаққа барған кезде бір-бірімен реально араласатын болған, реально эмоциялармен, сол допаминнің жасанды түрде гормонды допаминді алу емес, олар реальный жизни бір-бірінен алатын болған сол эмоцияларды, сол сезімдерді. Сондықтан сіз допаминді ондай оңай жолмен іздемеңіз, жасанды жолмен. Бұл сізді керісінше өміріңізді құртайын деп жатыр. 11 жылыңызды бостан босқа өткізбеңіз. Одан да сол стоящий нәрселерге, реально сіз үшін маңызды нәрселерге, маңызды қарым-қатынастарға, маңызды әрекеттерге, маңызды мақсаттарға жіберіңіз. Уақытыңыз бостан босқа өтпесін. Бұл видео сізге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер сізге ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше, бай-бай.